Good morning, students. Our today's new theme, modal verbs. Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз ағылшын тіліндегі модаль етістіктер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты студенттерге модальдық етістіктің қолданылуын түсіндіру және сөздік қорларын молайту. Оқу, жазу, сөйлеу және тыңдау арқылы түсіну қабілеттерін дамыту, ауызекі сөйлеу қабілеттерін арттырып, көп тілділікке бейімдеу. Модаль етістіктері, modal verbs. Сөйлемде модальдық етістіктер тәуелсіз қолданылмайды. Олар істің істелуіндегі мүмкіндікті, істей алушылықты, ықтималдылықты және қажеттілікті көрсетеді. Модаль етістіктерінің ерекшеліктері. Олар жақтарға өзгермейді. Сұраулы және болымсыз сөйлем жасағанда басқа көмекші етістіктерді қажет етпейді. Сөйлемде ешбір көмекші етістіксіз бірден бастауыштан кейін қолданыла береді. Out модаль етістігінен басқа барлық модальдық етістіктер to демеулігінсіз келеді. Модаль етістіктері есімше, тұйық етістік, герунди тұлғаларында болмайды. Бізде ағылшын тілінде ең жиі қолданылатын can, may, must деген үш модальдық етістігіміз бар. Осы үш етістікке тоқталып өтсек. Can модаль етістігі етістіктің негізгі формасымен, инфинитивпен байланысын, мүмкіндікті және істей алушылықты көрсетеді. Қолдан келу, істей алу деп аударылады. Ағылшын тілінде can етістігі осы және өткен шақтарға қатысты болады. Ол қабілетті көрсетеді. Мысалы, I can play piano. I can play the piano. Мен пианинода ойнай аламын. He can finish his work next week. Ол өзінің жұмысын келесі аптада аяқтайды. I can do it now. Мен мұны қазір істей аламын. I can speak English. Мен ағылшын тілінде сөйлей білемін. Өтініш және рұқсат сұрауды білдіреді. Мысалға, Can I use your pen? Сіздің қаламыңызды қолдансам бола ма? Can жасай алу, істей алу деген мағына береді. Жаңа келтірген мысалдарымызға қосымша I can swim. Мен жүзе аламын. He can help. Ол көмектесе алады. Can модальдық етістігінен соң to демеулігі қойылмайды. Жаңа жоғарыда айтып өттік. Болымды түрде. Бірінші жақ жекеше тұр. I can run. Екінші жақ you can run. Үшінші жақ he can run. She can run. It can run. Көпше түрде де бірінші жақта we can run. Екінші жақ you can run. Үшінші жақ they can run. Болымсыз түрінде can модальді етістігінен кейін not көмекші сөз келеді бізге. Бірінші жақта жекеше түрде I cannot swim. Екінші жақ you can swim. Үшінші жақ he, she, it can't swim. Көпше түрінде де дәл солай. We can't swim. You can't swim. They can't swim. Сұраулы түрінде модаль етістіктің өзі бастауыштың алдына шығады. Бірінші жақ Can I write? Екінші жақ жекеше түр. Can you write? Үшінші жақ Can he write? Can she write? Can it write? Көпше түрде де Can we write? Can you write? Can they write? Келесі етістігіміз may модаль етістігі. May модаль етістігі етістіктің негізгі формасымен, инфинитивпен байланысып, рұқсат алуды көрсетеді. Бірінші, мүмкіндікті, ықтималдылықты білдіреді. One day all your dreams may come true. Бір күні барлық армандарыңыз орындалады. It may rain later. Кейінірек жаңбыр жауы мүмкін. The lights are still on. Айгүл may have forgotten to turn them off. Жарық әлі жанып тұр. Мүмкін Айгүл сөндіруді ұмытқан шығар. Өтініш және рұқсат сұрауды білдіреді. May I come in? Кіруге бола ма?
May I see the letter? Yes, you may. Хатты көрсем бола ма? Я, болады. May I take your photo? No, you may not. Сізді суретке түсірсем бола ма? Жоқ, болмайды. Болжамды білдіреді екен. It may be true, but we are not sure. Бұл мүмкін рас шығар, бірақ біз сенімді емеспіз. They may have done the work. Олар жұмысты жасап қойған шығар. May болымды сөйлемде. Бірінші жақ жекеше түр. I may go out. Екінші жақ. You may go out. Үшінші жақ. He, she, it may go out. Көпше түрінде. We may go out. You may go out. Үшінші жақта. They may go out. Болымсыз сөйлемде. Can модаль етістігі сияқты. May модаль етістігінен кейін not көмекші сөзі қолданылады. Бірінші жақ жекеше түр. I may not go out. Екінші жақ. You may not go out. Үшінші жақ жекеше түрімізде. He, she, it may not go out. Көпше түрде. We may not go out. You may not go out. They may not go out. Сұраулы сөйлемде may бастауыштың алдына орналастырамыз. Бірінші жақ жекеше түрде. May I open the window? Екінші жақ. May you open the window? Үшінші жақ. May he open the window? May she open the window? May it open the window? Көпше түрде. May we open the window? May you open the window? May they open the window? May қысқаша жауап беру сұрақтарға. Yes, I may. Бірінші жақ. No, I may not. Болымсыз жауабы. Екінші жақ. Yes, you may. No, you may not. Үшінші жақта. Yes, he, she, it may. Or no, he, she, it may not. Көпше түрде. Yes, we may. No, we may not. Yes, you may. No, you may not. Үшінші жақ. Yes, they may. No, they may not. Келесі біздің жиі қолданылатын модаль етістігіміз бұл must. Must модаль етістігі етістіктің негізгі формасы инфинитивпен байланысып, істің істелу қажеттігін, сонымен қатар бұйрық және ақыл беруді көрсеткенде қолданылады. Must осы және келер шақта қолданылады. Міндеттілік, қажеттілік. I must find a hotel to stay at tonight. Маған түнеп шығатын қонақ үй табу қажет. I must do it now. Мен бұны қазір жасауым керек. You must consult a doctor. Сіз дәрігерден кеңес алуыңыз қажет. Car drivers must drive slowly in towns. Жүргізушілер үлкен қалаларда баяу жүруі керек. Тыйым салу. You mustn't play on the railway track. Сізге темір жолда ойнамау керек. You mustn't park here. Сіз мұнда көлік қоймауыңыз керек. You must not tell anyone what I said. Менің айтқанымды ешкімге айтпауыңыз керек. Мүмкіндік. He must know his address. Where is he? He must be walking in the garden. Ол оның мекен жайын білу керек. Ол қайда? Ол бақшада болуы мүмкін. Must қажет деген мағынаны білдіреді. Мысал, I must swim. Мен жүзуім керек. He must help. Ол көмектесуі қажет. Must модаль етістігінен соң to қолданылмайды. Болымды сөйлемде. Бірінші жақ жекеше түрде. I must clean my room. Мен өз бөлмемді тазалауым қажет. Екінші жақ. You must clean your room. Сен өз бөлмеңді тазалауың қажет. Үшінші жақта. He, she, it must
clean her room. Көпше түрде. We must clean our room. You must clean your room. They must clean their room. Болымсыз сөйлемде алдыңғы модаль етістіктері сияқты can, may, must-тан кейін де not көмекші сөзін қолданамыз. I mustn't play with matches. You mustn't play with matches. He, she, it mustn't play with matches. Көпше түрде we mustn't play with matches. You mustn't play with matches. They mustn't play with matches. Сұраулы сөйлемде де must бастауыштың алдына қойылады. Бірінші жақ. Must I do homework? Must you do homework? Must he, she, it do homework? Көпше түрде must we do homework? Must you do homework? Must they do homework? Осы үш көмекші етістігіміз негізгі түсінікті болған болса, үйде exercise 1, exercise 2 осы екі жаттығуды оқып қазақ тіліне аударамыз. Бірінші сөйлем. This look can't be found anywhere. Екі модаль етістігінің қолданылуын сөйлемдерде қазақ тіліне аударамыз жаттығуларды. Және may немесе must көмекші етістігін қажетті көп нүктенің орнына қоямыз. Студенттер, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болған болса, осы екі жаттығуымызды орындап, бүгінгі тақырыбымызды пысықтаймыз. Okay, our today's news theme, the modal verbs. Бәрімізге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше. See you later. Goodbye.